Аудио кітап Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя». Менің бабам Имаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен саяқ. Ол біткеннің бәрі қазанның түп күйесінде әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзіме тартып ақ құбаша ажарлы шықты деп отыратын еді жарықтық. Әжем өзінің ұлдарына өңшең ақ құбаша аруларды айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін сал басты сабау қамшылы жүріпті. Әжем оған: «Әй қарақұл, мен Құдайдан саған ай көрікті ақ перизат жолықтырғай деп тілеймін. Тым болмаса немерелерімді жеркенбей сүйейін» дейді екен. Бірде көрші ауылдан үлкен той өтіпті. Той ойын сауықсыз болған ба? Үлкен киіз үйдің ішінде жігіттер мен қыздар айтысып жатса керек. Той дегенде қу баста домалайды. Кемпір сампырлармен ілесіп менің қыз тумас әжемде келген екен. Кәрі құлағы елең етіп киіз үйден шыққан айтыс әнін естіп қалады. Біздің ауыл Мыңбұлақ басын ала, басыңдағы орамал жасыл ала, көңілің бізде болса құдаша, біразырақ отыршы қасың ала. Қыздың даусы жайдары естілсе де жалтара жауап қатып отыр екен. Кәдімгі бас қосқан жердегі бастама өлеңнен ұзай қоймапты. Дегенмен сөз арасында жақсы жігіт дегенді жиілете берсе керек, қыз тумас әжем оны да сезіпті. Қарашаға ендеше қарашаға, кисе киім жарасар аласаға, бар бас қосыппыз бұл тойда жақсы жігіт, өлең айтсақ болмай ма тамашаға. Бірақ жігіт жағы алғашқы екпіннен танбай ынтық көңілін ұсына беріпті. Мыңбұлақтың сулары сылдырлайды, сұлу қыздың бұрымы бұлдырайды. Құдаша деп сыртыңнан құмартушем, ескергейсің ендігі біздің жайды. Құдашасына сонша езеуреп отырған кім екен деп әжем есіктен сығалап қараса, қара батыр, құдаша қара батыр, жау қайыра жасқанбай дара батыр, тәңір айдап өзіңмен бас қосыппыз, осы кезде сіз жаққа бара жатыр деп өлеңмен бір бойжеткен қара қызға аяқты бұрып тұрған өз Момышы екен. Әжем сонда ұлына айғай салып: «Өзің қазанның түп күйесіндейсің, күйе жұқса не болмақ Құдайым-ау» деп баласын үйден қуып шығыпты. Анасының айтқанын ішінен ұнатпаса да әкем оның ырқына көнеді екен. Баласына қанша ұрсып қатал болса да әжем менің әкемді жақсы көріп мақтан тұтып: «Бұл қара құлдың түрі маған тартпаса да ақылдылығы тартты, соған да Құдайға шүкір» деп отырар еді. Әкем содан айтыс қуып әндетіп жүре-жүре 33 жасында Байтана руынан Әбдірахманның Рәзия атты қызына үйленіпті. Ол менің шешем еді. Ол кісі мен 3 жасқа толар-толмаста қайтыс болған. Анамның қандай кісі болғанын тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен ғана білемін. Қайран әжем өлгенше Рәзия келіннің қазасына қайғырып өтті. Мезгіл-мезгіл тоқаш қуырып, ас пісіріп келіннің әруағына бағыштап Құран оқытар еді. «Жатқан жерің жәннат болсын, маңдайыма сыймай кеткен періштем Рәзия» деп өзінен өзі отырып көзіне жас алып қайғыратын. Сөйтіп Рәзиядан қалған немерелерінің басынан сипап маңдайымыздан сүйетін. Рәзияның тұңғышы Үбіш, онан кейінгілер Үбиян, Сәлима, Әлима кілең қыз бала болды. Момыш әкемнің айтуынша 1910 жылдың қысында ескіше декабрдің 24-інде туыппын. Әкем әлгі күні Әулиеата шаһарында екен. Мен туған соң Имаш бабам жан жаққа кісі шаптырып әкеме де хабаршы жіберіпті. Біздің ауылдың Байтоқ деген кісісі 60 шақырым Әулиеатаға ат сабылтып жетіп, әкем жатқан үйге кіріп келіп, бір ауыз сөз айтуға дәрмені келмей Момышты құшақтап жылай беріпті. Әкемнің қарындасының үйі шөріп үйісіп, бір жаманат хабар жеткен екен деп қорқып қалады.
Ақыры бәрі Байтоқты жылмалай, не болып қалды айтсаңшы деп тақақтағанда ғана Байтоқ, жеңешем ол тапты депті. Үрейден үрпескен жұрт енді мәз-мейрам болып қуаныштары қойындарына сыймай Байтоққа сүйіншісін беріп аттандырыпты. Әулиеатадан әкем қайтып келгенде ағайын жекжат құтты болсынға жиналып қалған екен. О, момыш, балаңның бауы берік болсын, ақ ментай бабасындай батыр болсын, ақ молда батыр бабасындай мәрт болсын, Бәйдібек батырдың әруағы қолдасын, домалақ анамыз жар болсын десіпті. Сөйтіп шілдехана тойға ұласыпты. Той соңында Имаш атам алақан жайып ел қарияларынан бата сұраған екен. Төл немерең, бел немерең, бата жөні де өзіңдікі деп десіпті ақсақалдар. Сонда Имаш бабам былай деген екен: Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным, қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным, елінің тілегі зор еді, шырағы болсын құлыным, ата тілегі оң еді, құмары болсын құлыным, бұл жер батырлар төреді, сыңары болсын құлыным. Жарық дүниеге келгеніме 2-3 ай болғанда шешем мені күн көзіне шығарып Имаш атамның алдына келіпті. Атам ерте көктем алдында ағаш отырғызып жүр екен. Атасының қолын озартып қолғабыс беруге келді депті. Шешем ізетпен иіліп. Атам еміреніп мені алақанына алыпты. Қолыма жас бұтақ ұстатып: Қырық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма, бәрінен де шырағым, баяны жоқ ұл болма, деп келініне мені қайтарып берген екен. Атасымен алғашқы дидарласуының құрметіне деп алғашқы өсиет өмірлік өнеге болсын деп әкем сол күні кешке мал сойып ауыл ақсақалдарының басын қайта қосыпты. Мен туғанда әкем елуді еңсеріп қалған кісі екен. Әжем жарықтық әкемді балаларының ішіндегі еті тірісі осы болды деп отырар еді. Әкем өз бетінше талпынып жүріп ескіше сауатын ашып алыпты. Содан өлгенше өз бетінше оқып тоқыған адам. Ол есеп-қисапты тәуір білетін, тіпті орыс алфавитін де ежіктеп шығара беруші еді. Жас күнінде ағаш ұста болыпты, дегтікші де атаныпты. Тәуіпшілдігі де бар екен, әсіресе зергерлікті жақсы көрген. Біздің елде одан өткен зергер ұста болмаған. Жігіт күнінде қыз келіншектің көңілін аулау амалымен үйренген зергерлік өнерін әкем қартайғанда тастамаған. Мұнда ол соққан сақина білезікті салып жүрген көзі тірі кемпірлер бар. Ал ол кемпірлер бір кезде уылжыған жас еді ғой. Әкем өз жанынан өлең шығарып, жиын тойда айтысқа да түсіп жүріпті. Ескі ақын жыраулардың термелерін, қиссаларын жақсы көріп тыңдайтын. Бірақ жатқа айта алмаушы еді. Момыш әкем ат жалын тартып мініп бозбала халге жеткенде Имаш бабам шаруа билігін соның қолына беріпті. Ауылдағы келін кепшікті бір шыбықпен айдайтын адуынды қыз тумас әжемнің өзі де Момыштан сұраңдар, Момыш біледі деп отырады екен. Ағайын туған арасындағы алыс-беріс, көші-қон мәселесі, астой, дау-дамай, бәрі Момыштың араласуынсыз шешілмеген. Әлде қалай ол жоқ жүріп кетсе, сапардан қайтып келгенше тірлікті соған қаратып, жолын күтіп отыратын болған. Имаш бабамның көзінің тірісінің өзінде біздің шағын ауылды Момыш ауылы дейді екен. Шаруамыз шап-шағын еді. Біздің үйдің іші қартайған Имаш бабамнан бастап, есік енді біліп келе жатқан баласына дейін нанан табан ақы маңдай термен тапқан. Ешкімді жалдамаған, ешкімге жалданбаған. Жас кезінде әкемді әйелдер жағы молда бала дейді екен, кейін ұста бала дейтін болыпты. Ал әжем оны қара қатпа деуші еді. Әкем орта бойлы, арық қара кісі еді. Маңдайы жап-жазық, қасы қалың, көзі шүңгіл еді. Сол арықтығына қарамай керемет күшті болатын. Әжем оны тарамыс деп те атайтын. Сол күштілігіне бола атаса керек. Мен бірде әжеме неге тарамыс дейсіз деппін, әкемді кемсіткен екен деп. Не десе де шешемнің еркі деп күлді әкем.
Қара гөр мына жаманды, әкесіне болысып жатыр деп әжем өтірік ашуланған болды. Әлі есімде бір рет әкемнің Момынқұл дейтін інісі әжеме «Қойшы апа» деп дауыс көтеріп қалып еді. Әжем тарс кете жаздап: «Сен тұрмақ момыш маған осы күнге дейін бетіме тік қарап сөйлеген емес. Сен қайдан шықтың иттің күшігі, жоғал көзіме көрінбе» деп үйден қуып шықты. «Не боп қалды?» деп әкем кіріп келді. Әжем оны аймалап, арқасынан қағып: «Ана оның көргенсіздеу боп бара жатыр. Жөнге сал туысқаныңды» деді. «Мақұл апа, сазайын тарттырайын, бірақ ұрмай-ақ қойың». «Мақұл ма апа?» деді. «Мейлі» деп күрсінді әже. Момынқұл көкем сол түні қой қорада түнеп шықты. Таңертең әкем оны жақсылап сөгіп алып, басқа бір ауылға бір аптаға аттандырып жіберді. Сол екі ортада әжем енді Момынқұлын сағынып: «Әй, әлгі тентек неме қашан келеді?» деп қайта-қайта сұрай бергені жарықтық. Ол кезде біздің елде хат жазып қара танитын азам некен саяқ. Ол кезде біздің елде хат жазып қара танитын адам некен саяқ. Молда дейтін молдалардың өзі Құранның о жер, бұ жерінен шала-шарпы жаттап алғаны болмаса нағыз дүмшелер. Ал момыш болса өз бетінше тырмысып сауатын ашқан кісі. Сонысымен бүкіл аймаққа әйгілі сыйлы адам еді. Жаңадан билік құра бастаған орыс әкімдері алым-салық қағаздарын шығарып, қол қою, бармақ басу деген әдетке айналды. Шағым жазу, арыз жазу салт болды. Ал қара танымайтындар арыз жазып бер деп әкеме келеді. Әкемнің әділдігіне сенеді. Ояздың қасында о кісі Тілмаш болар еді. Тілмаш дегеннің елді билеп түстеген сұмбайының өзі. Соның аузы дуалы. Ұлыққа сол не десе сол болады. Арызды Тілмаш Оязға не аударып жатқанын сауатсыз қазақ қайдан білсін? Әкемнің айтуына қарағанда Тілмаш дегеннің пара жегіш, дауласкер, екі жақты бірдей сорушы жемқор болған. Сенің сөзіңді сөйлеймін дейді де ұлыққа әңгіменің өнін айналдырып жеткізе береді. Ел ішінде неғұрлым дау-дамай, айтыс-тартыс жанжал көп болса, ұлық пен Тілмашқа соғұрлым тиімді. Екі жақты бір-біріне айдап салып, шабындырып, сабылдырып, шығындатып, арандатып, алдап ұрып ала беру сол кездегі чиновниктердің, атқамінерлердің тәсілі болған. Ол кезде әрбір 3 жылда ояз болыстар мен бейлердің төтенше съезін шақырар еді. Оның қарсаңында сайлау науқаны сапырылысып, екідай тартыс, жік-жік айтыс, пара беру, жала жабу, бірін-бірі тіртсектен қағып, орта жығу, айла тәсіл, қулық, сұмдық болыстыққа талас өртей қаулай берер еді. Сайлау тәртібі бойынша тас салуға 50 түтіннен бір кісі өкілдік қалады. Ал іс жүзінде бір рудың атынан бір мықты ғана сайлаушы. Бір ру елдің еркін сыртынан сатып, сол елдің азаматтарының атынан сөйлеп, соны үшін пара алып жүретін пысықтар да аз емес. Шынтуайттап келгенде дауыс беріп, тас салу дегенде жай сөз. Чиновник оған қарамайды. Болыстыққа аталасқандардың қай жағы дүниені көп берсе, сол жағына қарай қағазды икемдеп жібереді. Сайлау қағаздарын қалай жасаймын десе де өз қолында. Соны білген атқамінер Ояздың чиновнигінің аузын алуға жанын салып бағады. Ояз шықты, сияз бардың кері келеді. Күштінің алдына байғұстар бас изейді шыбындап. Бақталастар бірін-бірі балағаттап, қаралап бағады. Домалақ арыз ағыладай келіп. Арысты оқып жатқан ұлық болмаса да қайран қазекең арыз жазып қалуды парыз санайды. Ол болмаса басы ауыратындай көрінеді, бойына ас батпайтындай көрінеді. Ұйқысы шала, күлкі жоқ, есі дерті айбақтатып арыз жазсам дейді баяға. Бұл жолы өңшең атқамінер пысықтар сайлау алдында жиналып алып қатты сассын. Жандары алқымға келіп қиналып тығырыққа тіреліпті. Ойбай, қағаз тоқтап қалды дейді ғой, бір-біріне қатты сасып.
асу бермес асқар белдің алдында амалы құрығандай боп тұрған кездері екен. Ішінде әкемнің нағашысы Байтана Текебай би де бар екен. Ол кісі қайта сайланудың сары уайымымен ақылап үкілеп берекесі кете беріпті. Оязға дер кезінде мына қағаз бармайтын болды деп қатты қайғырғаны сонша, соны көріп менің әкем Момыш не боп қалды, неге қиналдыңыз деп сұрайды. Жартыны ешкім жаза алмай қойды ғой Құдай-ау депті би. Жарты дегені бірде екі екен. Мен жаза аламын депті менің 24 жасар әкем. Сен жаман неме, не жазып жартамын дейсің? 2 күннің жүзі болды, ол қиын жазуды мына оқыған молдалардың өзі түсіре алмай отыр деп Төкебай сене қоймайды. Мен жазып берсем қайтесіз депті әкем. Әкемді салы суға кетіп отырған молдалардың ішіне алып барды. Сонда Момыш бірде 2 деп жазып, жарты дегеннің осы екенін түсіндіріп беріпті. Қанша күн басы қатып, қамалып отырғандар өңі кіріп, қайта тіріліп, қуанып, құнжыңдасып, әкеме тәнті болып қалса керек. Текебайдың бақталасы Талас Алатауының бөктерін жайлаған Жаңабайдан шыққан Байзақ датқаның баласы Қабылбек деген кісі екен. Байзақ датқа заманында Қоқан ханына қарсы шығып, содан қапыда қолға түсіп, Құдияр ханның жарлығымен Сембіректің аузына байланып атылып кеткен. Енді міне сол Байзақтың 50 жастағы ұлы Қабылбек Текебаймен тіресіп қалған кез екен. Қабылбек жағы Текебайды ұры деп, әділдігі жоқ парақор деп ұлыққа жамандап жаза берсе керек. Сонда Текебайдың 30 жастағы үлкен ұлы Серкебай Қабылбек жағының әлгіндей жыласына шыдай алмай, жанынан 10 жігіт ертіп Қабылбектің ауылына тасырлатып жетіп барған дейді. Қабылбектің қарсы алдына отырып алып, қамшысын жерге шіріп тастап, бір бәлеге бастап, қалың жұрттың арасында Байзақ датқаның баласын ойып балағаттайды келіп, айтпағанды айтады. Елде зәре қалмайды, қан төгілмесе не қылсын деп қалтылдаған халық. Ақ орданың сыртындағы елдер жағы әруақ Құдайға сыйынып сыбырласып қана сөйлеседі. Ал Серкебай ақиланып алса керек, ар намысына тиетін ауыр сөздер айтып айғайлап отыр. Қабылбек сонда қыбыр етпепті. Ләм деп тіс жармапты, қабағын да қақпапты. Жаңабай жағы улап-шулап, намыс буып, кек қысып, орындарынан тұра-тұра ұмтыла бастады. Қабылбек оларға тек қолмен белгі беріп, басып тастап отырады. Бірақ тіс жармайды. Аталас ағайын туғаны бұған шыдамай қаны қайнайды. Қабылбек тырс етпейді. Оның бұл қылығына ыза болған сотқар Серкебай одан бетер удыраңдап, айтпағанды айтса керек. Ақырында атына қарғып мініп, 10 жігіті жанына ауылына салып ұрып қайтып келіпті. Серкебай кеткен соң Жаңабай жағы жабылып Қабылбекке наразылық айтып жатса керек. Ойбай-ау, неге бізді бөгедіңіз? Ақ орданы басындырып қойғанымыз қалай? Әруақтың сай-сүйегін сырқыратып қайтып тірі жүреміз. Ойбай, Байзақ датқаның басынан ешкім асып көрмеген. Біз не боп барамыз? Әлгі әупілдеген төбеттің көтінен қуып барып қара қан құстырмасақ, жер басып тірі жүргеніміз құрсын. Аяғынан салбыратып ағашқа іліп қоймасақ, атымыз өшсін. Аттанайық, аттан, Байзақ. Дес бермей елеуреп өкпелері өрекпішіп, өршеленіп алған ағайындарын Қабылбек бірақ сөзбен қайырып салып, тоқтат деп ақырып қалған. Опық жейтін сол Серкебайдың өзі болады деді. Ағайындары амал жоқ тыйылыпты. Ал Серкебай әкесі Текебайдың алдына барып мақтанып тұрса керек. 2 аяғын бір етікке тықтым Байзақ әулетінің. Қаһарлы Қабылбектің өзі жұмған аузын аша алмай қалды. Былай деп боқтадым, былай деп балағаттадым. Текебай сонда баласына ақымақ депті. Серкебай үйден атып шығып өз отауына барып 2 күн қатарынан нәр татпай өкпелеп жатып алыпты. Ал сайлауға дайындық қыз қайнап жатса керек. 3-ші күн дегенде Серкебай әкесіне келіп аяғына жығылады. Мені Құдай сыйлайды. Өзімнен 20 жас үлкен Қабылбектің бетінен алып тілім тиді. Ел көзіне қарайтын бет қалмады. Текебай ат шабан айыбын дайындап, жанына жиын ертіп Қабылбектің ордасына өзі барған екен. Жаңабай жағы Текебай қол жиып соғысқалы келе жатыр екен деп қалса керек. Өздері сап түзеп сақадай сай қарсы шығады.
Қабылбектің ордасына ат шаптырым қалғанда Текебай қасына Серкебайды алып, басқалардан оқ бойы озып шығып, әкелі балалы екеуі Қабылбек жағына келе жатады. Қабылбек те мынау соғысатын жерді айт деп келе жатыр ғой деп өзі жеке шығып Текебайға тура тартады. Сонда Текебай сонадайдан аттан түсіп Қабылбектің қасына келіп, менің күшігім саған қарап шәуілдесе керек, Қабылбек. Айыбын көтергелі келдім алдыңа, кешіремісің сірә депті. Мына сөзден Қабылбектің қабырғасы сөгіліп, қалбалақтап атынан аунап түседі. О, текті би Текебай, сенің балаңның айыбынан менің айыбым асып кетті білем. Аға болсаң да сені мен аттан түспей тыңдаппын-ау, сен кешіремісің мені? Бұл әдепсіздігім бүкіл әулетімізге таңба болатын болды ғой. Ой, әттеген-ай, ат шапан айып сенен емес, менен ақсақал деп, үстіндегі зерлі шекпенін шешіп Текебайдың иығына жауыпты. Сөйтіп тұрып Жаңабай жағына қарап, уа ағайын, сайлауда Текебайға дауыс беріңдер. Мен қойдым дауысқа түскенді деп айғай салған. Әлбетте ағайын арасы әс күн арас құрасыз болғанмен мансап, дәреже, атаққа таласу, айқайшу, дырду тоқталмаған. Аз күн жарық дүние, атақ үшін, билік үшін алысып, жылысып, ғұмырын өткізген қу заман екі жақты ит шығыспен алма кезек арандатып қойған. Дүниеден Текебай биде Қабылбек болыста өтті, ал олардың аттануды аламан тасыр өміріндегі бір парасатты сәт әлгі сол екеуі де аттан түсіп, бір-бірінен кешірім сұраған кез екен. Текебай бидің тоқтап қалған қағазын жүргізіп жібергеннен кейін Момыш әкеме талай рет болыстың бисары бол деп қолға салса керек, бірақ әкем көнбепті. Ұлыққа писар болған соң бас бостандық жоқ. Басыбайлы болыстан кіріптар боп қаламын дейді екен. Жалғыз атты кедей болса да кісіден кіріптар болғанды қорлық санап, аз күн жарық дүниеде азаттық аңсап, қатықсыз қара су ішсе де бай манапқа алақанын жаймаған. Әкемді 28 жасында ауылдың старшыны сайлапты. 17 жыл старшын боп тұрып, 18 жыл дегенде бұл дәрежесін өз ықтиярымен құрдасы Ереш деген кісіге берген екен. Әкем жарықтық өмірінің ақырына дейін ел арасында тура Момыш атанып кетті. Қанша жыл аз ауылдың кішігірім әкімі болса да бүйірі томпайып, мал біткен емес, бар байлығы жалғыз аттан артпапты. Әйтсе де кедейдің қолы жомарт, әкемнің қырзған шақтық, бақталастық дейтін қу мінезі жоқ. Қолы ашық кісі болған, бары болса кісі шақырып, той-томалақ өткізуге құмар боп тұрар еді. Дүние мал жиюды жек көретін. Бір жолы мен ес біліп етек жиған кезім базар барып азын аулақ ақшаны жаратып қойсам керек. Өгей шешеміз мұныма көңілдеп ұрса берді. Әлден ұрма ақша бітсе шашып жүреді, тұра бара не болады. Әкем сонда өгей шешеме жай ғана, ақша дегеннің өзі шашуға шығарылған нәрседе деп тастады. Бала кезімде алыстағы ауылымызға арбаменен бақалшылар келер еді. Өрік мейіз, алма алқұры, қант, науат, тәтті мәмпәси деген соларда. Бала біткен әкемізден ақша сұрап қыңқылдаймыз келіп. Бақалшы да сумақ, көзімізді қыздырып, қызыл алмасын көрсетіп, бірлі жарымын топ баланың ортасына лақтырып жібереді. Әлгі алмаға суында жатып кеп таласамыз ай келіп. Алма бар, өрік бар, алмасаң да көріп қал деп бір жағынан саудагер сұңқылдап жан қоймайды. Алма бізге таңсық, қайран, қазақ, сөйтсек алма дегенің біздің Мыңбұлақтың бойына өскенде де мәуелеп қалады екен. Ол кезде бағбандықты құнтамаған елміз, ал бақалшы айғайлап бара жатады. Айна бар, тарақ бар, алмасаң да қарап қал. Біздің апаларымыз алма алқыры алғаннан гөрі сол құрғыр айна тарақ ине жіп алғанда пайда көреді. Тек әкем Момыш қана бала құмарлығын түсінетін еді. Әке шешесі ақша бермей бұртиып тұрған балалардың бәрін қас қатар тізіп қояды да бақалшыға: әй сарт, өрігіңнен бір қадақ, мейізінен бір қадақ, мәмпәсиден бір қадақ тарт дейді. Соның бәрін тепе-тең бәрімізге бөліп береді. Тіпті сонда бала көтерген келіндерді де келіп: ал атаңа бар, тәтті береді деп тұрар еді. Әкем базардан қайтқан күні біздің үйде кішігірім той сияқты жиын болатын. Қоржынның екі басы базарлыққа толып келеді.
сонда өрік мейізге бір тойып қаламыз. Бала біткен, сондықтан әкемді жақсы көретін. Асылы істеген жақсылығыңды бала тәуір біледі. Кейбір үлкенге істеген жақсылығың зая кетеді. Қолдан келсе баланы қуанту керек. Ол қуанса шын қуанады. Ал ересектердің арасында сырты жылмаң, іші арамдары кездесетінін Құдайға шүкір көріп жүрміз. Қолдан келсе баланы қуанту керек. Әкем менің сондай кісі еді жарықтық. Аспанмен тілдескен ақбас шоқылар есімде. Күн шығып келе жатса керек. Ақ шоқылар алаулап, көз қарығар алмастай жарқырап ала жөнеледі. Күнде бұл уақытта киіз үйде пырылдап, ұйықтап жататын бала, әлде қалдай оянып кетсем керек, әлгі күннің тау шоқыға асыла шығып келе жатқанын көргенде, дүниенің бұл кереметіне түсіне алмай тұрып қалған болармын. Тау бөктерінің таңғы самалы тіс сақылдатады. Мына күннің шығып келе жатқан суретіне қадала қарап қалған қалпымды салқын самал да бұза алмаған болар. Ойпаңда қаз қатар киіз үйлер. Бөктерді жағалай қой өріп барады. Қойтас екенін, қой екенін біліп болмас. Тау бөктері толы мал. Күн көтерілгенше шығыстағы шоқының ұзын көлеңкесі шатқалды көлегейлеп жатып алады. Күн көтерілсе, көлеңке де қысқара береді. Шатқал алтын нұрға малынып, дүниенің бір шалқыған шағы басталады. Ойбай-ау, мына күшіктің әлден тұрып кеткенін несі деп киіз үйден апам шығады. Әжемді мен апа деймін. Кішкентай ғана құлыным менің ерте тұрып кеткенің қалай деп апам мені қолымнан жетектеп алады. Мен тырмысып, үйге басқым келмейді. Әлгі бір күн шоқыдан шығып келе жатқан шақтағы ғажайып суреттен айрылғым жоқ-ақ. Жүр қымыз құйып берейін. Ақыр ерте тұрыпсың ғой дейді апам. Мен жалаң аяғымды тасқа тіреп, тыртысып бағамын. Сөйтсе кәрі апам, жүрмесең мейлің, қымызды түк қалдырмай өзің ішіп қоямын деп үйге кіріп кетеді. Сонда барып мен бақыра жылап апамның соңынан тұра жүгіремін. Қайран, балалық шақ десеңізші. Алыста қалған арайлы адал таңдарым менің, онда мен кіп-кішкентай сәби едім. Ал айнала таулар да, үйлер де, қойтастар да, жылқылар да бәрі үлкен болатын. Адамдардың бәрі айналайыннан басқа сөзі жоқ, кілең мейірімді жандар болып көрінетін. Қария кісілердің сақалынан қасиет қадір белгісі көрініп тұрар еді маған. Ер мінез жігіттердің кесек тұлғаларынан, шашбаулары сылдыраған қыз келіншектердің жүріс-тұрысынан мен адамзаттық асқақ сұлулығын түйсіксіз байқағандай болармын. Солардың бәрі мені аймалап, сүю үшін жаратылған жандар сияқты сезілуші еді. Ол ма? Анау асқар таулар, етектегі еңісті шексіз дала, көгілдір аспан, түнде жымыдаған жұлдыздар, толықсып туған ай, жасыл жайлау, бәрі тек маған ғана елжірей қарап, мені ғана аймалап әлдилейтін сияқты еді. Дүние сенің сәби кезіңмен көргендегідей өмір бойы қайырымда, аспаны күмбез, жері жібек әдемі ертек болып тұра берсе кәне. Тек оқта-текте ауылдың үстін тау бөктерін тұнжыр бұлт торлайтын. Бұлт сонда үн-түнсіз шаруақор менің әкеме ұқсайтын. Ал күн күркіресе апамның ересек балаларына ақырып зекіргені есіме түсіп жым боламын. Жаңбыр жауса жас баланың көз жасындай, кімді аяйтынымды білмеймін, әлдекімге жаным ашып, жаңбыр жауса жылағым келер. Биелер шұрқырап, құлындар құтырып, ауылды айнала шауып еріксіз ереңдетеді. Ала құйын айдалаға сен де жүгіре жөнелгің келеді. Енді бірде аспанға аң-таң боп қарап қаласың. Буда-буда бұлттар жалы желбіреп шауып бара жатқан асау айғырлар сияқты, кейде шөгіп жатқан түйелер сияқты. Кішкентай қолдарыңды созып, сол керемет дүниеге ұшып барып әлгі қанатты тұлпардың жалынан сипалағың келеді. Баланың бақытты шағы сол кереметке сенгенінде шығар. Кейін есие келе әлгі бұлттың су екенін, күннің қызуымен бу болып жатынын білу қандай қатал. Ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам.
Біздің қазіргі балаларымызға әжелері не шешелері ертек айта бермейді. Содан қорқам. Менің қазіргі келіндерім немерелеріме бесік жырын айта білмейді. Бесікте жатқанда құлағына анасының әлди әні сіңбеген баланың көкірегі кейін керең боп қалмаса деп қорқамын. Ал менің кәрі апам қыз тумас маған ертекті көп айтатын, әлди әнді көп айтатын. Арадан неше заман өтті, қыз тумас апамның сүйегі әлде қашан қурап кетті, ал әлди ән айтқан үні әлі тұр құлағымда. Бөстекке отырып алып, басымды бауырына қысып, кәрі алақанмен арқамнан томп-томп қағып қойып, балам менің қайда екен, қыздар менен тауда екен, таудан неғып жүр екен, алма теріп жүр екен, алмасынан кәнеки жаңа теріп жүр екен. Қызыл алма қолында, қыз боз бала соңында деуші дау. Кейде қиястықпен қыңқылдап мазасын ала берсем, алдына ала отырып, жылама бөпем жылама, жілік шағып берейін. Жілігіңнің майы жоқ, жіпке тағып берейін. Көк сиырдың сүтінен көже жасап берейін. Оның тұзын кім татар, жыламайтын ұл татар деп мәпелейтін еді. Сол кезде әдемі әнге елтіп жатып, балбырап, ұйықтап кетер едім. Қайран сол балалық қайта келермісің сен? Кей кезде сол бір алаңсыз балалығыңды аңсап, еріксіз сағынасың. Әлде қайдан асыр салып, жол шаңын бұрқыратып, тұлымын жалбыратып, екі бетін албыратып, дүниені даңғыратып, сол балалығым шыға келетіндей айналаңа жалтақтай береді, кездерің жиі болады. Алайда балалық қайдан келсін? Ойыңа сол шақтардың өрнектері ғана, сапырылысқан ретсіз саздары ғана оралады. Сен соны тұшынасың да тамсанасың. Тамсанасың да еріксіз жымиясың. Осы сәтте бір шеттен балалық дәуірдің бір елесі де жымиып тұрғандай сезіледі. Біздің кейде өткенді еске алсақ, тұтас тұлға іздеп, бүтін бір жүйелі оқиға іздеп, кесек-кесек кереметтер іздеп, ерекше мән беріп қарайтынымыз бар. Дәл осы өлшем балғын кезге келе бермейді. Өйткені бала жүрегі, бала көңілі, бала ойы алғашқы көргенін, алғашқы сезгенін, алғашқы тұшынғанын қас қалпында, тұнық күйінде болмысына ұйытып алады да, сол қалпында сақтай біледі. Бала қиялы ол көргендерінен көлемді ой түйіп жатпайды. Қайта үзік-үзік үміттің өзінен рахат сезімге бөлене береді. Дәл қазір менің көз алдымда да сонау сәби кездегі қызық пен қуаныштың елестері түйдек-түйдек жаңғырып, жанымды жай таптырмай отыр. Көзге ыстық көне суреттерді қайта қарағандай, соның бір екеуін келтіре кетейін. Міне, Үбиян әпкем үлкен үйден шықты да қазан басына бет алды. Мен оны көре сала борсаңдап, сүріне қабына еркелей жүгірем. Әпкем аяғымды жерге тигізбей қағып алып аспанға көтереді. Мен сықылықтай берем. Әпкем биікке мені бой создырып мәз қылады. Сонан соң ол кенет ет бауыры елжіреп мені камзолының омырауын ашып, қойнына жасырып алады да жүгіре жөнеледі. Бауыр құшағы қандай ыстық еді, шіркін. Енді бірде ортаншы әпкем Алиман мені ойнатып жүріп, үйдің ескі құс-құсынан дөңгелек қора жасады. Сол қораға еліктіріп әкем қамап, аузын ермен бекіткені бар. Өзі көрші қыздармен кетіпті. Содан қоршаудан шыға алмай, жалғыз өзім бақыра беріппін. Бұл азаптан жеңгем келіп құтқарып, әй жаман қыз деп әпкемді жазғырып, мені әлдилеп еді. Көпке дейін ортаншы әпкемді жек көріп жүрдім. Әлі есімде, әкемнің кенже інісі мені оң қол алақанына тік тұрғызып алып, 6 қанат үйдің ортасында арлы-берлі жүріп алды. Мен болсам зәре құтым қалмай қорықсам да тіземді бүкпей қаз деп тұра беріппін. Көкем қаз деп өзімен өзі атамның ескі түлкі нұмағына отырғызып мені керегеге іліп қойғанда сол көкем ғой. Өзі киізге жайғасып алып ұзақ уақытта өстікпен әурелеп еді. Ал кәне балапан, қанаттанып қашан ұшасың деп қояды.
Мен қыңқылдап жылай бастағанымда дуана келіп қалады деп қорқытқан. Содан бастап көкемнің көзіне түспеуге тырысамын. Әкем базардан келе жатқан. Үлкен әпкем мені әкемнің алдынан алып шықты. Әкем қоржынды дүзулеп, ерге мені отырғызды. Жалма-жан ердің қасынан шап беріп ұстай алдым. Әкем ат тізгінін жетектеп келеді. Үйге дейін 30 шақты қадам болса да, мен ердің екі жағына алма-кезек ауытқып, қоржын ішіне сырғып түсе бердім. Әкем рахаттана күліп алып, қайтадан ерге отырғызады. Әпкем болса қатарлы шығыз, қорықпа, берік отыр дейді. Бұл менің ат жалына алғашқы қол артуым еді. Тағы бір жай ойыма оралады. Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жамбастай жайғасып баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағыма: "Сен немене аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда?" деп сыбырлады. Мен қатты қызарақтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып, "Ассаламу алейкум аталар" деп әр сөзді қадап айттым. Бұған әрине бәрі күлісіп жатыр. Әйткенмен мені араз етіп алмау үшін бәрі де бір ауыздан "Алейкум салам" десті. Сонан соң әр қайсысы маңдайымнан сипап бастайды. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесін ала жайғасамын. Ол басымнан сипап отырып: "Жарайсың балам. Үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді" дейтін. Әкем маған ата тегіміздің аты жөнін үйретуші еді. "Кімнің баласысың?" деп сұрайтын ол. "Мен Момыштың ұлымын." "Момыш кімнің баласы?" "Момыш Имаштың баласы." Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 ата жөніндегі білімімді тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатынын ол кезде кім білген. Әжем малдың тілін ұғуды үйретуші еді. Қозы маңырайды, бұзау мөңірейді, құлын кісінейді, бота көзі мөлдіреп аңсайды, қодық ақырады. Әжем маған зұлым қасқыр, жымысқы түлкі, дәрменсіз қоян, сүйкімді құс, сұрапыл, сұңқар жайлы ертегілер айтатын. Кавказды аралаған кезімде 3 күн қатарынан ашық аспан астында түнегенім бар. Сонда уақыт ұйқым келмей, елес қуып, өмір өткендерінің теңізіне жүзіп кеткен кездерім көп болды. Сол өткелдердің көбіне аялдамай, балалық шағым мен әскери өмірімнің белестеріне қайта көтеріле бергенімді өзімде аңғармай жаттым. Қасымдағы серіктерім ұйқыда жатқанда мен ұшып тұрып әлгі елестерімді, ойға түскен оқиғаларымды қағазға түртіп алғым да келді. Алайда оған жарық қайда? Мен тек аспанға қарай бердім. Менің шарасыз күйімді түсінгендей жамыраған жұлдыздар жан-жақтан жымыңдап көз қысады. Әлде қайда алыс тоғай ішінен тау жынысының тыныштығын қорғағандай үкінің үні құлаққа келеді. Қалаусыз ашық аспан, жарқын күлкісі жүзін жайнатып жібергендей биікте ай баяу жылжиды. Майда мамық сыбдыр бар, бұл түнгі ұйқыдағы ағаштардың тынысындай секілді. Өркеш жота. Жоқ, бұл қас тізілген түйелердің өркешінде елестеді. Сонау көгілдір аспан жиегінде шөккен түйенің өркештері көз алдынан кетпей тұрып алады. Бұл Алатаудың айғыз шыңдарына тіпті ұқсамайтын еді. Нағыз алып өркештер көргендей болдым. Сол сәтте тағы да бала кезім ойға оралып еді. Онда мен 5-те ме, әлде 6 жаста шығармын. Әжеммен бірге жатушы ем. Әже құшағы қандай ыстық, қандай мейірбан десеңші. Көзім ұйқыға кеткенше әжем айналып, толғанып, арқамнан қағып жататын. Еркелеп, жатып қалғып кеткеніңді өзің де аңғармай қаласың. Бір күні түн жарымында оянып кеттім. Орнымнан сездірмей тұрдым да әжемнің төсегінен алыстай бердім. Ондағы ойым қораның екінші бетіндегі әкем жатқан үйге бару еді. Екі үйдің ортасында иен тіресіп, мойындарын көкке созған күйі маңғаз түйелер жатыр екен. Жүндері үлпілдеп, түнгі самалға желпілдеген сезілді.
Түйелердің арасымен жүріп келе жатқып, мен мамық жүнді ақ ботаның қасына еріксіз тоқтадым. Осы жерде отырып жұлдызды аспанға телміріп ұзақ қарағаным есімде. Ай мені еркелете күлгендей сезілді, ал қас тізілген түйелердің өркеші тау жоталарындай көлбеңдеп көрінгендей еді. Түннің тымықтығы сонша мен боталардың баяу демін айқын естіп тұрдым. Мен әкеме келе жатқанымды ұмытып, осы жерде таңырқап тұра беріппін. Ертеңіне үйдегілер мені екі ботаның ортасында ұйықтап жатқан жерімнен тауып алды. Әкем мейірлене күліп алды, ал әжем қатты ашуланды. Содан бастап әжем үйдің есігін бекітіп алатын болды. Осы бір алыста қалған балалық шақтың бал түні сұрапыл соғыс кезінде елестер деп үш ұйықтасам түсіме енген емес еді. Алайда қан майданда жүріп мен сондай түнді елестеткенім бар. Өзімді көп өркештің ортасында, тау ішінде, нұрлы айдың аясында баяғыдай кішкентай сәби сәтімді тұрғандай сезіндім. Сөйтіп мен 5 жаста едім. Ауылымыз Алатаудың Ақсай мен Көксай шатқалынан төмен ауып, жаз жайлаудан Мыңбұлақ ойпаңына келіп қонып жатқан. Бұл жер шөбі шүйгін, айналасы ашық, жалпақ жазық. Сол жазыққа ауылымыз жағалап үй тіге бастады. Ерте күздің ерінше күні қоңырқай жылуын себелейді. Ел іші көші-қоннан әлі басыла алмай, абыр-сабыр. Көз жеткен жердің бәріне мал қаптап, жағалай жайылып жатыр. Үлкендер қамқор тірліктің қамымен жүргенде, біз емін-еркін ен жазықта жалықпай ойнаушы едік-ау. Өстіп жүріп есие бергенімізде аңғармай қалыппыз. Даланың дархан балабақшасынан қол үзер сәт жақындай беріпті. Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп, ойға бататыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен ата-аналарымның бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді. Өйткені есие келе көрген көп ұстаздарым талай-талай тағылымға бой ұрғызғанымен, солардың бірде-бір нақты өзімнің әжемдей, әке-шешем мен ауылдың қадірлі ақсақалындар өсиет айтынына жүздіре алған жоқ. Молынан құлаш сермете алған жоқ десем, ардақты ұстаздарымның көңіліне келмес. Бұл сезім өзіме қанымның тартқанынан немесе жақыныма сезімнің бөлектігінен әлде ата-анаға деген парызымның болдығынан ғана туып отырған жоқ. Өмір шындығының өзі ақиқатқа бас ұрары даусыз. Дүние тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануар болмысы жайлы алғашқы әңгімені әжемнен естігенімді, адамзат қауымының қалыптасуы туралы тұңғыш мағлұматты әжемнен алғанымды қалай ғана ұмытармын. Иә, әлемнің пайда болуы, тірлік дамуы, адамзаттың шығуы, өмір жайлы шынайы сезіммен азаматтық тұрғысындағы жан бауырайтын аңыздарды айтқан, ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді үйреткен ар заңының әдеттік жинағынан алғашқы тарауларды таныстырған да ең алдымен ата-ана, ағайын туған еді. Әрине ол кезде мен де өзге сәбилер сияқты әжем айтқан ертегі мен аңыздардың түпкі байыбына бара бермейтінмін. Әке әңгімесінің өсиетін ұға бермейтінмін, және үлкендердің талай-талай өнегесін орындай бермейтінмін. Ол кезде мені қызықтыратын ертегі аңыздардың ғажайып оқиғалары еді. Енді міне есейіп ер ағасы болғанымда ойласам, мен сол әңгімелерден адамзат өресінің өрісін тани берген екенмін ғой. Менің ұстаздарым әріптен бастап буынға дейін, сонан соң ақ қағазға қаламмен өрнек жазуға дейін үйретті. Келе-келе жүйелі оқып, есепті жүйрік шығаруға қол жетті. Ал өмірдің өзіше, осынша ғұмырымның ішінде түрлі күрделі жағдайда, толқымалы 90 сырлы кезеңде кездесіп, дидарласқан, тағдырлас болған, табақтас болған адамдар ше. Мамыражай сәттерден мазасыз майданға көшіріп,
көбік шашқан өмір дариясының бір толқынынан екінші толқынына аямай лақтырған уақытше. Осының бәрі де менің тірлігімдегі тірек болған, жүрек болған, қол ұшын берген, қорған көрсеткен ұстаздарым деп білем. Осындай уақыт талғысы ғана, өмір өткелдері ғана, тірлік тізбегі ғана менің әжемнен үйренген жақсы, жаман, мақұл, не мақұл деген сөздердің байыбына терең бойлата алдым. Әжемнің осылай болған екен деген сөздері мені бірде ғасырлардың шыңырауына сапар шектірсе, бірде құс қанатындай демеп, іргері ұмтылдырды, биікке самғатты. Міне, енді өзім де әке болып, ұл өсіріп, қыз өсіріп отырғанда, немере сүйіп мейірленген сәттерде, олар да маған аңғал да адал, бірақ құштарлыққа толы шынайы сұрақтар береді. Тағы сол сәтте менің осы балаларымның да дәл менікі сияқты ғұлама әжелері азайып бара жатқанына қайта өкініп қабырғам қайысады. Қаншаға келдің қарағым деп, қай баладан сұрасаң да өз жасын мақтанышпен айтатыным мәлім. Қазір жыл сайын баланың туған күнін тойлау дәстүрге сіңіп болған әдет. Ал менің балалық шағымда туған жылы, туған күнді емес, мүшелді кезеңдерді тойлаушы еді. Алғашқы мүшел нәрестенің қырқынан шығатын күні. Бұл күні үй ішінде емес, ауыл аймақта да көтеріңкі көңіл, көп шаттық үстем болатын. Екінші мүшел баланың 7 жасқа толған күні. 7-ге келгенше бала жерден таяқ жейді деп тегін айтылмаған ғой. Сол 7-ге толған күні өрен аяғын жерде нық басты деп санайды. Азаматтыққа аттанар жолдың алғашқы қадамы да осы жерден басталса керек. Ата-ана мен төңірекке бұл үлкен қуаныш. Ендігі мүшел 13 жас. 13-те отау есі деген мақал бар. Бұл енді оңды солыңды тани бастайсың. Ер санатыңа іліктің, сенімен есептесер, ақыл бөлісер кезең келді деген сөз. Енді сен өзгенің жетегінен гөрі өзің тізгін ұстағанды, өзің ат жалын тартып мінгенді қалайсың. Азамат мүшелінің алды осы. Ең ақыры толықсыған жігіт шақтың мүшелі 25 жас. Әкем маған жас тайына қазақша жыл қайыруды, күн мен ай аттарын, жыл аттарын жаттатты. Тышқан жылы, сиыр жылы, жылан жылы, жылқы жылы, мешін жылы, тауық жылы, доңыз жылы, қоян жылы, қой жылы, барыс жылы, ит жылы, ұлу жылы деп жаттаушы едім. Алайда әкем сол жылдардың мәнін неліктен осылай аталатынын түсіндірген емес. Бірде әкеме жаттағандарымда жаңылмай айтып бердім. Ол мені мақтап, арқамнан қақты. Осы мақтауға масаттанып әжем отырған үйге жүгіре жөнелдім. Сондағы ойым білгенімді тақпақтап, олардан құптау сөз есту еді. Үй іші қоңыр салқын екен. Әжем қос сабаумен тулақты кезек-кезек тарсылдатып жүн сабап отыр. Сабау дыбысына құлақ тоссаң, әлде бір әуен сазы ойнағандай сезіледі. Екі әпкем мен жиен қызымыз біреуі жүн тасып, екіншісі тулаққа төсеп, үшіншісі ұршық еріп көмектесіп жүр. Мен дүниені көшіріп жіберердей ентелей келіп, әжемнің иығына сілкілей беріппін. Әже, тоқташы, не үйренгенімді айтып берейінші. Құлыным-ау, сабыр етші, мен жүнімді сабап болайын. Сонан соң асықпай тыңдаймын ғой, дейді әже еркелетіп. Енді менің екпінім бәсеңдеп, әжемнің қасына отыра кеттім де жүн шашын ойнап бастадым. Кіші әпкем түйдекті жұлып алып итеріп жіберді. Қатты заланап, мен оны маймылсың деп келемештедім. Әкпем өкпелеп жағымнан тартып жіберді. Неге маймыл дейсің? Өйткені сен маймыл, мешін жылы туғансың. Ал онда сен доңызсың, өйткені сен доңыз жылы туғансың деп әпкем баған тілін шығарып келеке етті. Мен шыдай тұрайын ба, азаға булығып әпкемен жұлқыса кеттім. Әжем мейірлене көріп екеуміз аршалап жүр. Құрманкүл қай жылы туған деп сұрадық біз. Тауық жылы, деді әжем. Құрманкүл тұлымы желбірген жіп-жіңішке нәзік қыз еді. Бәріміз енді оны жүнін жұлған тауық деп мазақтадық. Құрманкүл сөз таба алмай жылап жіберді. Сонда ой, әжемнің бәрімізді отырғызып ыстық көшерлестіргені, сөйтіп өзі ортаға отырып алып әдемі аңыз айтып еді-ау. Балаларым, құлақ салып тыңдаңдар.
көңілге түйіп ұғып алыңдар. Жаппар ем жарық дүниені күн мен айды, жарық пен қараңғыны жаратарда күнге, аптаға, айға және жылға ат қоюды ұмытып кетіпті. Жер бетіндегі тірі дүниенің бәрі жан-жанармен күн санауды, уақыт өлшеуді білмей, бей-берекет жүре берген екен. Ақыры дүниенің сапырылысқаны сонша, тіптен кімнің үлкен, кімнің жас екенін ажыратудан қалыпты. Жасты бойға қарап өлшейтін болыпты. Кімнің бойы ұзын болса, үлкені сол деп есептеліпті. Қытымыр қыс қашан түсіп, көгілдір көктем қай кезде келерін жадыраған жаз мөлшерін, берекелі күз кезеңін ешкім де ажырата алмайды екен. Сондықтан қой мен түйенің жүні түлемей сабалақ боп жүріпті. Адамдар болса қойның өзі жүнін, күзем жүнін қырқуды да білмепті. Жаратушы ием осы сан сапалақ сапарлысқан тірлікке зер сап, дүниеге көңілі толмайды. Сондықтан да адамдарды саналы тірлікке үйретпек болады. Адамдар уақытты өлшей білсін, уақытпен санаса білсін, уақытты қастерлей білсін. Ол үшін айды аптаға, аптаны күндерге, ал жылды 12 айға бөлу керек деп түйіпті. Тәңірі сонда адамдар мал түлеп, аққа ауызы жетер кезде біледі. Күн қырқып, киіз басатын уақытты біледі. Жаз жайлауға шығатын шақты сезетін болар депті. Сөйтіп Тәңірі әр айды жыл мезгілімен атайтын болыпты. Ал айға адамдардың көмекшісі боп, жүзіңді ашып жауып тұратын есеп жүргізуге көмектес депті. Жұлдыздар күн райының хабаршысы болады деген екен. Осылайша адамзат ұзақ жыл өмір сүріпті. Күндердің күнінде жыл мезгілдері қайтадан ауысып кетіп, адамдар жаңылысып қалады. Бір жыл бір жылға ұқсас. Көктемнен көктемнің, қыстан қыстың айырмасын аңғара алмай адамдар аңтарылып отырыпты. Сондықтан да олар өткені ізсіз, болашақтан бейхабар қала берген екен. Жаратушы Тәңірінің жар құлағы жастыққа тимей күндіз түні ойға батыпты. Ақыры жан-жануар біткенді жинаған екен. Осы жиында өз ойын білдіріпті. Енді есеп жүргізудің 12 ай бойынша енгізетін айтады. Ол үшін 12 жылдың әр жылын жануарлар атымен атайтынын баяндайды. Сондықтан жан-жануар тегіс жазық далаға шығып, таң сәулесін күтсін. Шығыстан күн көтеріліп, алғашқы алтын нұры жер бетіне төгілген сәт жыл басы болсын. Сол нұрды бұрын көргенінен атымен бірінші жылда атаймын. Екінші көрген екінші жылға ие боласындар. Осылайса 12 жануар 12 жылға еленеді деген сөз. Аң біткеннің барлығы ашық алаңға жиналып, бозала таң атқанша бір-біріне мақтана бастайды. Біреулер көзінің қырағылағына, біреулер өзінің жүйріктігіне сеніп, күн сәулесіне бәрінен ерте жететініне шүбәсіз болады. Ал түйе болса маңғаз басып, ырғала ыңыранып, ернінен көбік шұбыртып, мойнын сан құбылтып, төңірегіндегі біреуін де көзіне ілмей жатқан екен. Таласып, таусыла беріңдер, бейшаралар. Босқа болдырғанша алаңсыз тыныға берейін. Мен сендер сияқты күн сәулесін күтіп шығысқа жүгірмеймін де, көз майын тауысып, төңірекке үңілмеймін де, құба жондай бойым бар, құлаш мойын бар. Осы жақтан күнімді, мойнымды бір сосам, бәрің жер бауырлап қаласындар. Күн шапағатын шашырарда менің мойнымда созып жіберіп, жыл басын өзім көрермін әлі. Тәңірден алғашқы жылдың атын өзім алып қайтам деп тікене күйсеп жата береді. Бейшара тышқан өзінің дәрменсіздігін мойындап, жан ұшыра безек қағады. Мынау жатқан алып түйенің қасында ол өзін құмырсқадай сезінгенде бар болмысы шиыршық ата шиқылдапты. Сонда да жылдан дәмелі емес пе? Әркімге жалбарына қарап, жалына сұрақ берумен болған екен. Мен қайтемін дей беріпті. Тіптен түйенің қасына келіп, шыңғыра шиқылдап, одан әлгі сұрағына жауап іздейді. Баңғас түйе мойнын да бұрмай ақ көбік жынын тышқанға бүркіп жіберіпті де былай депті. Масадай болған бейшара, мазамды алмай көзімді жоғалтшы. Сенің бойың шөптен де аласа, шүйнгемен тең емессің бе? Кеудеңде жаның бар демесең, кесек құрлы мұжып кетуге жарамайтын сорлы, сен жылдан дәметпей ақ жайыңа жүрсең қайтеді деп көзін жұмып аңыраныпты түйе. Тымық түн төңіректі әлдилеп, дүниені теп-тегіс маужыратқан киіз орнапты. Сонан соң көгілдір аспанның көздеріндей болып жұлдыздар ойнақ шықты. Сар далада тек қана әлсін алыстан шөберінің ұйыған үні естіліп тұрған екен.
Онан өзге дыбыс та, онан өзге сыбыс та білінбепті. Айналаны торуылдаған аң біткеннің бәрі күншығысқа қадалған күйі көз ілмей күткен екен. Міне, таң арайы таңдайланып, алыс көк жиекті ақ сүтке шомылдыра бастапты. Түнімен тағасыз күткен жан-жануар безек қағып берекесі кетеді. Біреу мойнын созып, бірі секіріп, алғашқы сәулені алдымен көруге арпалысып, қу түлкі болса, құйрығын бұлғақтатып, әр тұстан жылт етіп бой көрсете береді. Осыларды қойшы, маған не асығыс бар деп есінепті түйе. Кенет оның төбе тұсынан шіңкілдеген үн естіліпті. Мен көрдім, алтын сәулеге шомылған ақша бұлт көтеріліп келеді. Бұл түйенің төбесіне шығып алып, бәрінен бұрын жыл басын көрген тышқан еді. Үнің қайдан шығып жатыр, құмалақтай болған сен бәленің деп бұрылыпты түйе. Мен сенің төбеңде тұрмын, бәрі анық, бәрі әдемі көрінеді екен. Алғаш көрген өзіммін, жыл басы да өзіммін деп тышқан мәз болып шиқылдапты. Ашулы түйе басын сілкіп қалғанда байқұс тышқан атқан кесектей ұшып, мен бірінші көрдім деп айқайлаған күйі алысқа топ ете түскен екен. Жыл басы тышқаннан басталатын содан құлындарым, түйе бойына сеніп жылдан құр қалыпты деген мақал осыдан шыққан ғой. Кейде түйедей бойың болса да тышқандай ақылың жоқ деп неге ұрсады дейсің адамдар. Бұл бойыңа сенбе, ойыңа сен, мақтан сөзге ерме, мағыналы тірлікке ер дегені. Сондықтан түйеге ұқсап орынсыз түксе бермеңдер, шырақтарым, ақылға жүгініңдер деп күліп еді әже. Осы сәтте үйдің шаңырағынан бір қарлығаш ұшып кірді. Мұны сезген ұядағы шақалақ балапандар аузын ашып қорек тілей бастады. Бәріміз де төбеге қараппыз. Қарлығаш төбедегі ұясының шетіне жайғасы да балапандарын кезектеп жемдей бастады. Алғашқы шақалақтың аузына жем тастап жіберген қарлығаш қайта ұшты. Қарлығаштың аспанға тік атылып қанат қақпай қайтадан төмен құйылғаны шаңырақтан айқын көрініп тұр. Көп ұзамай ол екінші балапанға жем алып келді. Осылайша қалқып ұшып қайта кіріп қанаты талдыма ақырғы балапанын жемдеген қарлығаш енді ұя аузында отырып тарана бастады. Шіркіннің сүйкімдісі-ай, фью-фью деп ысқырып жібердім де әжемнің сабауын ала салып қарлығашқа сілтеп үркіттім. Жаман бала болмасаң кетті. Бозақының тірлігі ғой мынауың деп әжем қолымнан ұстай алды. Қарлығашқа не тиісесің? Бұл киелі құс екенін, адамның досы екенін білмеуші ме ең сен бейбақ? Балапанын емін еркін ұшырып, бақытын тапқанша, бұл құс менің үйімнің төріндегі ең қадірлі қонағым ғой. Қонағыма қол көтергенің, мені де сыйламағаның емес пе шынағым деп ұялтып тастады. Қыздар мені мұқатқанына мәз болып күліседі. Сонда әжем мені бауырына тартып маңдайымнан иіскеп былай деп еді. Қоя ғой құлыным, кел алдыма отыршы. Мен саған қарлығаштың құйрығы неге айыр болғанын, масаның тілі неге жоқ екенін айтып берейін. Мен қуанып кеттім, өйткені әжемнің әңгімесі ерекше баурап, жанымызды жайлап алатын. Ұлы патша Сүлеймен деген өтіпті баяғыда деп бастайтын әжем әңгімесін ақыл асқан жер бетінде де, су астында да, аспан әлемінде де әділдігімен әйгілі екен. Патша барлық жан-жануардың құрт-құмырсқа, бақа-шаянның, балықтың тілін біліпті. Күндердің күнінде патшалығына жау шауып, әлек салғанда жау бетін себелеп қайтарған жылан екен. Бұл баға жетпес ерлікке риза болған Сүлеймен патша жыланға: қалауыңды айт, не тілесең соны берем депті.